Баршаңызға сәлем, армысыздар. Бірнеше ай бұрын мен осы кітап туралы бейне түсірген едім. Бұл Алкей Марғуланың кітабы туралы «Казахское народное прикладное искусство» деп аталынады. Енді біздің баспаларымызға, я болмаса біздің мәдени министрімізге мен бір ұсыныс жасағым келіп отыр, бір сұрауым бар. Осы профессор Марғуланың кітабын қайтадан басып шығарса. Негізінен мына кітап менің қолымдағы мына екінші том болады. Бұл кезінде 1987 жылы өнер баспасында, қазір ол баспа жоқ болады, Алматы қаласында басылып шыққан еді. Енді 40 жылдай өтіпті, осы кітапты қайтадан басып шығарылса деген, Алкей Марғуланың мұрагерлерінен, сонымен қоса профессор Ибраеваның, ол да қазақтың мәдениеті туралы біраз нәрселер жазған кісі болады. Сол осы екі кісінің кітаптарын қайтадан басып шығарса, ол өте керемет болар еді. Біраз адамдар менен енді осы бейнені салғанымда сұраған еді, осы кітапты сатасыз ба, осы кітапты қай жерден алуға болады деп. Яғни бұл кітапқа сұрау бар деген мағынаны білдіреді. Міне өте керемет не қылған, енді бұл суреттері нелерді шынымен де адам қызығатындай қылып не қылған. Қандай қазақ халқымыз өнерлі, мәдениеті өте жоғары болған, соның барлығын осы кітаптың арқылы осы көруге болады. Яғни мен сіздерге қазір бұл біріншіден мен бұл бейнені не алған кезде, жасаған кезде өте ашулы болған едім, себебі менің ашуымды қазақтың түрлі ұлттық киімі деп шапанына кілемге салатын өнерлерді басып отқанға мен ренжідім. Сөйтіп қазақтардың нағыз шапандарының нелерін осы көрген едік. Міне көптеген адамдар осы менің бейнемді көргендердің естерінде бар шығар осы шапандардың суреттері. Міне қараңыздар, барлық жерінде мынандай солярный символ дейді ғой, күннің таңбасы, соның барлығы қазақтардың шапандарында болған. Оның барлығы міне мынандай нелердің. Осы кітапты қайтадан басып шығарылса деген арманымыз, сұрауымыз бар. Сонымен біздің мәдени министрлігіміз, я болмаса біздің түрлі Гарри Поттерді аударып атқан, түрлі шетелдің керемет кітаптарын аударып атқан біздің баспаларымызда осыған назар аударса, менің ойымша Алкей Марғуланың мұрагерлері қарсы болмайды деп ойлаймын, және олар осы кітапты қайтадан шығаруға қуана келіседі деп ойлаймын. Яғни ондай көп сұрамайды деген сияқты, көп баспалар қорқады ғой, мұрагерлері көп ақша сұрауы мүмкін деген сияқты. Менің ойымша ондай қорқу, ондай үрей болмау керек. Жай ғана ол кісілердің алдарынан өтіп, сол кісілерден сұрап көру керек. Халықтың талабы ғой енді, бұл басқа не айтуға болады бұл жерде. Осылай аман болайық.